Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше, тойымды, құнарлы тағамдардың бірі нарын тағамын дайындайтын боламыз. Қамыры жабыспай, езіліп кетпей, шашырап әдемі болып шығады. Барлығын видеодан асықпай көрсететін боламын. Сол себепті маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін мұқият қарап шығамыз. Ал енді нарынымызды бастаймыз. Алдымен етімізді ет асқандай етіп қазанымызға саламыз. Ары қарай қамырын дайындаймыз. Ол үшін 250-300 граммдай салқын суға бір қасық толтырып тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді шамамен 500 граммдай ұн керек. Ұнымыз жоғары сұрып, бірінші сұрып болса да ешқандай айырмашылығы жоқ. Уайымдамаңыздар, қамырыңыз жақсы болып шығады. Қамырымызды іртік түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап біркелкі илеп шығамыз. Нарынның қамыры бос болып қалмау керек, лажы болса сәл қаттырақ илегеніңіз жақсы. Сонда қамырыңыз да керемет болады. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Енді бетін жауып 20-25 минутқа тұндырып жауып қоямыз. Біздің 25 минут уақытымыз өтті, қамырымыз жақсы тұнды. Енді менде 2 кішігірім зуала шықты, оның біреуін бетін жауып қоя тұрамыз, екіншісін жая бастаймыз. Юы қанған қамырымызды алып, қамыр жаюды бастаймыз. Жаймас бұрын аздап ұзын ұнымызды сеуіп, жұдырығымызбен жақсылап басып, дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Қамырымыздың дөңгелек әрі тегіс болып жайылуы бастапқы кезде жақсылап басып алғандарыңызға байланысты болады. Ал енді қамырымызды жая бастаймыз. Қатты күш салмай, шеттерін жай-жай басып, жайып шығамыз. Ұн себе отырып, қамырымызды сағат тілімен жайып үлкейте береміз. Осылай баппен жайсаңыздар, қамырыңыздың ортасы бір тегіс, шеттері жұқа болып шығады. Қамырымызды тезірек үлкейту үшін қамыр жаюдың тағы бір сыры, екі шетін осылай қайырып, үстінен орап жайсаңыздар, шеттері қалың болмай, ортасы шеті бәрі біркелкі әдемі дөңгелек болып жайылып шығады. Әрі қамырыңыз тез үлкейетін болады. Бешбармақтың қамырына қарағанда нарынның қамыры сәл қалыңырақ болу керек. Міне осылай қамырымызды қалыңдау етіп жайып аламыз. Жұқа болып кетпесін, әйтпесе нарындарыңыз ойдағыдай шықпай езіліп кетуі мүмкін. Енді қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Қатты майда етіп жібермейміз, осылай ірілеу 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Турағанда ыңғайлы болатындай болуы керек. Осымен қамырымыз дайын. Етіміз де пісіп дайын болды. Етті сүзіп аламыз. Міндетті түрде суытып аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға дайын тұрған қамырларымызды салып шығамыз. Қамыр көбірек болса екіге бөліп салыңыз. Жеке-жеке болып бір-біріне жабыспай піскені жақсы. Қайнап тұрған сорпада 1,5 минуттай көлемінде қайнатқаныңыз дұрыс. Қатты пісіріп жібермеңіздер, өйткені нарынның қамыры кішкене түрлеу болып тұрғаны дұрыс. Міне піскен қамырларымызды сүзіп алдық. Қазір бұл қамырларымызды су тартатын ХБ маталарымызға жайып кептіріп алатын боламыз. Қамырлардың әр қайсысын осылай жайып шығамыз. Ыстық болса, қолымызды салқын суға салып, осылай ұстап тұрып жайып шықсаңыздар, қолдарыңыз күймейтін болады. Барлық кепкен қамырларымызды осылай әр қайсысын ыдысымызға салып, жеке-жеке майлап, бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Осылай барлық қамырларымызды майлаймыз, өйткені әрқашанда майланған қамыр жеке-жеке бір-біріне жабыспай шашырап шығатын болады. Енді майы сіңуі үшін бұл қамырларымызды 5 минутқа немесе 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді біз піскен етімізді, өте жақсы суған етімізді турауға кірісетін боламыз. Видеодан өздеріңіз көргендей өте ұсақ әрі 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Нарынға сүрленген етті және қазыны қоссаңыздар, дәмі деген тіптен керемет болады. Оны жақсы өздеріңіз де білесіздер. Ал енді қамырымызды турауға кірісеміз. Ол үшін майға жақсы сіңген қамырларымызды алып, қалауыңызша турайсыз, осылай орап-орап турасаңыздар да болады. Болмаса ұзынша етіп, лента сияқты кесіп турасаңыздар да болады. Қамырларыңызды барынша майдалап турап шығыңыздар, қамырларыңыз шашырып шығатын болады. Қолдарыңызды абайлаңыздар. Енді дайын туралған қамырымыздың үстіне ұсақтап туралған етті салып, жақсылап араластырып шығатын боламыз.
Мінекей осымен біздің ерекше дәмді, құнарлы, тойымды нарын тамағымыз дайын болды. Осылай құрғақтай ұсынсаңыздар да болады, немесе сорпасымен қосып берсеңіздер де болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі видеомда кездескенше қош сау болыңыздар.